Аңдар шаһары. Disney басқа елдер үшін бейне тізбегін локализалайтын бірнеше студиялардың бірі, және бүкіл мультфильмде мәтін негізінен қай елде көрсетілсе, сол тілде болады, бірақ біздің ел үшін орысша аударылған. Бұғумен күн өткізсе, тісі мен тырнағына сенген күштілер. Азап! Қорқыныш! Бізге табиғаттың негіздері, дүние құрылымын жақсырақ түсіну үшін, әсіресе жас көрермендер үшін өте маңызды ақпарат туралы айтылды. Ол кезде аңдардың екі-ақ түрі болыпты. Азулы жыртқыш, шарасыз құрбандық уақыт өте біртіндеп дамудың арқасында тағылық қоғам артта қалды. Қазір әлсіздер мен күштілердің терезесі тең. Біздің әлеммен өте керемет ұқсастық. Шын мәнінде бұл адамзаттың қарабайыр заманынан қазіргі адамға қалай өзгергенін қарапайым тілмен айтқанда. Ал менің арманым полицей офицері болу. Әлің жететін іспен айналыс, сонда уайымың да аз болады. Полиция офицері болу машақаты көп қиын жұмыс. Саған лайық емес. Қоян полицей болды дегенді естіме? Жоқ. Қояннан шықпай. Атама. Онда қояннан шыққан алғашқы полицей болам. Мұндай дау армандайтын бала мен уайымдаған ата-ана өте жиі кездеседі. Үлкен экранда осындай дүниелік нәрселерді көрсету жақсы идея. Әкең бар, мен бар, аға әпкеден де кенде емессің. Антропоморфты жануарлар әлемінде жануарлардың өздеріне таныс заттар сол күйінде қалды. Мысалы, қояндар әлі де өте жылдам көбейеді. Сондықтан Джудидің 270 ағалы інілері мен апалы сіңлілері бар. Саудаң бітті, көкеш. Саудаң бітті, Қынайбел. Саудаң бітті, көкеш. Саудаң бітті. Есің барда елің таптым шықпас. Мінезді дамытудың жақсы тұсаукесері. Джуди қиын сынақтардан өтіп, оны қабылдап қана қоймай күшейе түсті. Оның артықшылығына сүйене отырып, кедергіні жеңуді үйренді. Атап айтқанда қолы, кішкентай өлшем және секіру үшін жасалған күшті аяқтар. Өз сыныбының маңдай алса, қояннан шыққан алғашқы тәртіп сақшысы Джуди Хопс. Қойғайша ханым, түспе. Я, қазір. Рахмет. Құттықтаймын сізді, офицер Хопс. Біз ұсағандардың абыройын бір көтердің. Қойғайша кейін айтарсың. Қане, офицер Хопс. Менің көріп отырғаным, бүкіл фильмге бірдей сюжеттік дайындық және олардың түрінің мағынасы мен ащылықтарды басып жаншу тақырыбын барлық мағынада көтереді. Бұл өте маңызды. Жүрдек пойыз бірінші жолда. Мультфильмде бізге таныс заттар кішкентай кеміргіштерден үлкен пілдерге дейін барлық өлшемдердегі жануарларға дұрыс бейімделген және өзгерген. The Beagles, Katy Perry, Foo Fighters бәрі керемет, әрине, бірақ Kanye West бұл ең жақсы. Әмбебап мегаполис идеясын тым жақсы жүзеге асыру, қаланың барлық бөліктеріндегі зверополисіне жақсы ойластырылған инфрақұрылымын көрсету арқылы осы сахнаға қанша уақыт пен күш жұмсалғанын елестету қиын. Мегаполис 4 негізгі бөлікке бөлу фактісі ғана емес, сонымен қатар жолдардың өздерінің тамаша орналасуы, пойыздарға арналған рельстердің тармақталуы және тағы да басқа. Таңғажайып сәулет өзі де жануарлар әлеміне бейімделу тұрғысынан да, өйткені бұл зәулім ғимараттарда әртүрлі өсімдіктер мен жануарлардың ерекшеліктері бар. Қандай түрлі түсті климаттық аймақтар, пейзаждар мен сарқырамалар, ауа райы жағдайлары, сіз шынымен сол жерде болғандайсыз. Аниматорлар табиғаттан өзінің алынған әртүрлі идеяларын қалай жүзеге асырғанын. Атап айтқанда қалқыған мұзды өзендерінде тропикалық аймақтағы ағаш үйлер. Хомяктардың кішкентай айфондары бар. Не деген керемет. Бүкіл мультфильмдегі кейіпкерлердің дизайны ерекше, мақтауға лайық. Сенің түрің мен ойлағаннан да керемет екен, құдай ақы. Қояндар бір-бірін әдемісің десе түсінерем. Ал басқалардың бұлай дегені аздап. Ересектерге арналған әзіл.
Жақсы рофл, оларда зебра түріндегі зебра бар. Кіріңіз, сіз дәуреге салу тіпті ойымда жоқ. Бар болғаны балмұзда қалсам деп едім. Бірақ мына бала ғой қоймай әкелген. Есіл дерті пілде. Байғұс бала, өскенде піл болам деп қоймай. Енді қайттым, әмияным жоқ. Түсі неге қызыл? Неге ме? Ол қызыл қайын ғой. Алаяқтық пен керемет көрініс тек Джуди ғана емес, сонымен қатар барлық көрермендерді тамашалау кезінде арбады. Шын деп жүрсем, өтірік айтыпсың. Алаяқ! Ауылдың ашық ауыз арманшыл қызы бір күні ал келсе, түк жоқ, бәрі әншейін өтірік. Сақшы болам деген асқақ арманшы. Ол да қиял. Мектепті ауылда бітірдім дедің бе? Сенен мықты диханшы. Оқиғалардың қызықты дамуы және мағынасы бар. Өйткені іс жүзінде бұл өмір басқа жерде жарқын болады деген кең таралған пікір, бірақ іс жүзінде проблемалар жойылмайды. Апам сізді өте жаман қоян дейді. Сейлор Мунға сілтеме. Жаңа ғана дүкенімді тонап кетті. Қусаңшы! Қызықты деталь номер 32. Қойлары Дюк түнгі гарладерлерді ұрлаған дүкеннің жанында тұр. Естеріңізге сала кетейін, мисс Барашкинстің әрекетіне олардың да қатысы бар. Хабарды айтсаңдаршы. Рахмет. Болашақта өз рөлін атқаратын деталь. Жұрттың бәрін дүрліктірдің, ұстаған бау еспе ұрыңнан табылған бескел пияз ғана. Бұл жай пияз емес. Бұлар жуа тұқымдастарының ішіндегі ең кереметі. Маңызды сюжеттік дайындық. Бұл пияздар кімге керек болып көрінеді. Содан кейін мағынасы бар екені белгілі болады. Басеке, қазіргі жұмысым ұнамайды. Ренжімеңіз, жалықтым. Үшін өтінем. 5-ақ минутыңызды алам. Түсініңізші, Кәмшат Мен ханым. іздеймін. Әмметімді тап. Аман сау балаларына оралта көр қарғап. Сен боссың. Не? Қалай? Бағынбағаның үшін. Бұл іспен офицер Хоббс айналысатын болған ба? Бұл қуанышты дереу әкімге жеткізейін. Жоқ, ол кісіні мазаламай тұрайық. Ренжімесің, жіберіп те қойдым. Тағы бір таңғаларлық жазылған әрекет. Джудидің билікпен қақтығысы жоғалғандардың бірімен, сондай-ақ шөпқоректілерден пайдасына төңкеріс дайындап жатқан мисс Барашкинс болған басты оқиға. Яғни Джудиді бос сөзбен көтерген жоқ. Ауаға сіңгенде ізім қайым жоғалған. Із жоқ, куәгерлер жоқ. Күдіктіні таптым. Ведрингтон оқиғасының тағы бір керемет қозғалтқышы соншалықты қозғалмайды, өйткені ешқандай дәлелдер, куәгерлер жоқ, ал ешқандай маңызды дәлел ретінде балмұздақты санамайды, тек Джудиден басқа. Ол балмұздақ сатушымен өзі кездесті, сондықтан ол куәгер. $10 балмұздағын күте тұрар. Қалқам, мен күніне $200 табыс табам. Кыз Уайлд, сіз тұтқындалдыңыз. Не үшін? Салықтан жалтарғаның үшін 5 жыл түрме жазасы. $200 табыс табам. Бір жылда 365 күн бар десең, соны 2-ге көбейт. Егер сөзіңді өшірсін десең, онда жоғалған Кәмшатты табуға көмектесесің. Сюжет барысында тағы да ептілікпен жазылған қадам. Жазушылар Ник Уайлдты Джудимен жұмыс істеуге мәжбүр етті. Өйткені ол өзімшіл түлкі. Сіз не ойлап табасыз, сізге осындай міндет қойса. Бірақ мұнда бәрі керемет ойлап жазылған. Тұрдайсыз ғой. Енді қалай? Жалаңаштар клубы ғой. Аңдар шаһарында бәріне де рұқсат. Ал мыналар ұятты да ұмытқан. Диснейдің мультфильм рейтингі 6+ болып қалу үшін нудистерді көрсете алғаны бұған сөз жоқ. Нандви, мыналар сенен Эммет Отертон жайлы бірдеңелер сұрасақ дейді. Ондай құндызды білсем бұйырмасын. Өткен айда келбеді ғой, есінде шығар. Жоқ. Мойнына қылғындырып галстук ораған. Қып-қызыл. Есіңе түсме, Нандви. Моторы қақалып зорға оталмет. Есінде ме, Нандви? Жоқ. Бәлкім, көлік нөмірі сіздің есіңізде қалған болар. 29 THD 03. Айттым ғой, пілдің жадысы мақты болады деп. Менің де есте сақтауым пілдікіндей болса ғой. Пілдердің есте сақтау қабілеті өте жақсы деп айтатын күлкілі сәт сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол якста жақсы. Бірақ піл болып туылу керек деген фраза бұл көріністің идеясын өзгертеді. Өйткені бұл хабар қалай және кім дүниеге келгеніңіз маңызды емес. Сіз қалаған нәрсеге қол жеткізе аласыз. Мыналар ма сонда? Халім, Жақсы ма? аман, сау, тоғыз.
THD 03. Ти, HD 03. H, D 03. 0. Достым, жұмбақ жасырайын ба? Жоқ. Буаз. Ең жақсы көрініс дәл осы жерде. Жабық. Ал ішке кіруге сенде ордер жоқ, дұрыс айттым ба? М? Жақсы. Сол аяқ болсын. Мынау сенікі. Ұмытпа, досым. Тосын жағдай туғанда ордердің керегі болмайды. Сұраса, қоршаудан біреудің асқанын көрдім дейм. Ол оны шебер және ептілікпен ұстады. Осында тап болғаны рас болса, жағдайы мәз емес. Қызықты деталь номер 68. Ник Джудидің фонаринсызда барлық заттарды көреді, өйткені оның түнгі көру қабілеті бар. Ол туралы ол қызметке кіру үшін түйіндемеге жазады. Дәу мырза, бір түсініспестік. Қызымның тойына шақырусыз келгенің жарамады. Крестный отец киносына сілтеме. Оған біреу шабуылдық жасаған. Жоқ, өзі жасаған. Ақылынан адасты. Көлікті талқандап, жүргізушіні соққыға жыққанда санамыз дамыған шығар. Бірақ жан түккірімізде тағылық бұғып жатыр. Шындығында, иә, тіпті адамдар әлемінде де бұл мағынасы бойынша шындық. Эммет Атертонға не болғанын білсек тебек. Қызықты деталь номер 419. Әрдайым Джудидің алдын ала жаман нәрсені сезінуі мұрны тартылады. Мұнда және мұнда да. Жалғыз түлкі, тек мен ғана. Ант қабылдаймыз ба? Иә! Сонда да ешкімді жатырқағам жоқ. Мұны айтып тұрған түлкі ме? Бізді түлкіге сенетін ашық ауыз аңқау деп ойласаң, тауықпен күнің тең екен. Никтің тарихы тек жыртқыштарға ғана емес, сонымен қатар шөпқоректілерінің де әділетсіздігін ашады. Соның арқасында көрермен болашақта шөпқоректілердің жыртқыштарға қарсы қозғалысына күмәндануы мүмкін. Сондай-ақ бізге Ник неге осындай болғанын түсінуге мүмкіндік береді. Бақылау камерасы. Шын айтам. Қабыланның қайда барып, қайда қойғаны? Бақылау камерасына түседі. Дұрыс. Ақпараттық базаға кіре алмайсың. Ал ана сүзеген өгіздің рұқсат бере қоюы тіпті екі талай. Қап. Тоқта, әкімшілікте істейтін бір танысың бар. Плюс бір қысқа әрекетке файлдарға қол жеткізуге Джуди мисс Барашкинсің тырысуының арқасында қол жеткізеді. Олар жабай жануарлардың өздерімен де байланысты. Әреке. Алысты ертеңгі шегір дегенім қайда? О, Құдай, барайын. Бірдеңе тапсаңдар айтасыңдар. Алайда кейіпкерлердің мінез құлқы жануарлардың өзіне сәйкес келетіні қызық. Арыстан аңдардың патшасы ретінде, түлкі айлакер алаяқ ретінде, аюлар вышибалы ретінде және тағы басқа. Әзірге қолынан келгені осы. Жаның барда жеттелеу. Әр топтағаңдар. Қалай деуге болады? Бәрі жыртқыштар тобына жататын аңдар. Арғы ата тегіне қатысы болуы мүмкін. Тегіне дей ме? Олар әлі де сол тағылық мінездерінен айғалған жоқ. Сен туралы да, қылмыс туралы да айтып үлгірмедің. Жоға, ештеңе қалдырған жоқсың. Әлі де сол тағылық мінездерінен айғалған жоқ. Менен қорықпасаң, түлкіге қарсы бүрікпені неге жаныңдан бір елі тастамайсың? Жыртқышқа айналып, аяқ астынан саған тап берсемші. Түлкімін ғой, маған кім сенуші еді? Біз сияқтылардан 100 метр алыс жүр. Джуди мен Ник арасындағы маңызды қақтығыс. Мисс Барашкин жыртқыштар мен шөпқоректілердің арасында жанжал тудыру мотивтерін қайталайды. И он умчался, что-то крича про ночных горлодеров. Вот кого боятся Манчес. Волков. Волки ночные горлодеры. Біздің үйдегілер оны бақырауық маймыл дей салады. Де байқамай жеп қойып сандырақта бауырғаны бар. Шешеңнің қолын тістеп те алған. Бақырауық маймыл қасқыр емес. Гүл болды. Жыртқышқа айналған көжек. Сюжеттік бұрылыс бүкіл мультфильмнің көрінісін өзгертті. Жабай аңдар түрмеге қамау орны сияқты. Ведрингтонның Бик мырзамен кездесуі және дүкеннен сол пияздарды ұрлау бәрі өз орнына келді. Білем, ешкімге пайдам жоқша аманмын. Қорықпасаң да болады. 2 күннен соң өшіріп тастайсың. Джуди Никті алғаш рет алдаған кездегі символдық айна көрінісі. Іздегеніңіз менен табылады. Таңдаңызды ала беріңіз. Шыққанна бір күн болғанда табасыз. Атақты мультфильмдерге сілтемелер. Бірақ бұл Жирафик Диснейдің шығарылмаған сюжеті. Бірақ бұл мәңгілік Зверополисте қалған камео. Во все тяжкие деген сериалға сілтеме.
ежелгі мамонттар мен қарабайыр адамдардың керемет ұқсастығы. Айтпақшы, бізді қалай таптыңыз? Қолыңды алған шығар, маған бере қой. Ұстаңдар. Көкжидек? Жоқ. Ол жыртқыштың бәрін аластап темір торға тоғытам. Қан. Уайымдама, Уақменде. Домалақ көкжидек. Рейк, сот кімге сенер екен? Жыртқыштың бәрін аластап темір торға тоғытам. Шарықтау шегі керемет қанықтылыққа ие. Біріншіден, бастапқы көріністі және ирониямен қайталау. Екіншіден, патрондар түріндегі нәзік көкжидек пен сюжеттік бұрылыс. Үшіншіден, диктофонды элемент ретінде тағы бір ептілікпен қолдану сюжет қозғалтқышы. Бүкіл фильм біз осы сәт үшін ақпарат алдық. Снарлов, Нигайнис, Қасқырбаев, құпия тапсырма. Қой терісін жамылған қасқыр киелі кітаптағы бір фразеологиялық бірлікке сілтеме. Между тем, митинг мира, который организовала поп-звезда Газелли, всколыхнул волну агрессии. Верните мне мой Зверополис, который я так люблю. Қайырлы кеш, достар! Сонында музыкалық концерттің сюжеттік негізі бар. Бұл жай ғана бақытты аяқтау емес, жануарлар кластары арасындағы келіспеушіліктерге қарсы митингілердің құрметіне және аяқталуына арналған концерт. Әннің өзі әрине керемет. Көңілдірек, достар!